Жас қыз Чей жағада оянады, ол өзін қайда екенін түсінбейді, бірақ ол дыбыс шығаруға болатын ракушканы табады. Бұл жерден алыс емес жерде аралға қандайда бір жолмен келген адамдар жатыр. Чейз Кейси деген қызға келіп, «Мені танисың ба?» дейді. Бұл қалай болды өзі? Ол әрине жоқ деп жауап береді. Олар тіпті өз аттарын да білмейді. Кейси өзіндегі пышағын көрсетіп, «Егер менің дұшпаным болсаң, сойып салам» деп қояды. Чейз оның қолынан тартып алады. Артынша оларға Купер есімді жігіт келіп, арғы жақта адамдар барын айтады. Ең алдымен олар демалуға орын дайындап, кокос суын алып, олар суды үнемдеп, бір жұтымнан артық ішпеулері керек. Енді су қашан болары белгісіз. Олардың ешқайсысы өз есімдері естерінде емес, және қалай келгендері де. Блэр есімді қыз олар барлығы бір жерде жұмыс жасайтындай көреді, өйткені олардың киімдері барлығынікі бірдей деп топшылайды. Чейз болса, біз әуе апатына ұшырағандар болуымыз мүмкін деп ойлайды. Кейс Блэрдің жағасында оның есімі жазылғанын байқайды. Олардың есімдері жейделеріне жазылған, сондықтан олардың командасы Кейси, Блайр, Купер, Мосса, Хедер, Донова, Трейлор, Броди и Мейсон тұрады. Чейз болса кокосты жинап, аралдың жан-жағын барлап келуді ұсынады. Енді не табады солармен олар өздерінше көмекке шақырады. От жағады. Тейлер отырған жерінен арал туралы кітап тауып алады. Бірақ жай қоқыс деп ойлап лақтырып жібереді. Олар қызықтап суға түсіп жүргенде, қызығына акуланың көрінуі бұзылды. Донван акуланың аузына түсіп, жоқ болады. Броди оған Данвонның қайтыс болғанын бірден айтады. Кейси аман қалғандарды Чейздің бұл арал туралы бірдеңе білетіндігіне сендіруге тырысады. Әйтпесе ол қалайша бұл арал туралы бәрін біледі деп ойлады. Әр түрлі тақырыпта Чейз лагерге оралған бойда сарқыраманың бар екенін айтады. Жаңа күн басталды. Жағажайда Чейз Донның жағажайда жаралы жатқанын көріп, қалғандарын көмекке шақырады. Оны барлығы жабылып жүріп лагерге апарулары керек, сол жақта ғана көмек бере алады. Барлығы отырып жалпы жиналыс басталады. Броди аралдан кету туралы ұсынысқа дауыс беруді ұсынады. Купер оларды ол жерден ешкім таба алмайды деп қорқады, және ол гипотетикалық құтқаруға үлес қосқысы келмейтін сияқты. Мейсон адамдар жатқан жерлер арасындағы қашықтықты есептеп шығарды, және дәл 39 қадам болып шықты. Барлық сандарды қосып олар айтылған жерге келеді. Белгі көрсетілген жерге келеді. Чейз болса, бұл бір нұсқау деп біледі. Команданың қалған адамдары болса, бұл жай арал деп біледі. Оған ашуланған Чейз қолындағы ракушканы лақтырып сындырады. Ішінде бірдеңе жанғандай ма қалай өзі. Ол алыстан құтқару қайын көріп оған асығып барып, акуланың азығы бола жаздайды. Бір керексіз заттарды тауып, тапаншаның оғы, сағыз дейма бірдеңелер шығады, бірақ ешкімге айтпайды екен. Ол бірақ кемеге сағыздың сыртында 39 деп жазылғанын көрсетеді. Бұл кездейсоқтық емес деп топшылайды. Тағы бір жаңа күн басталады. Чейз белгісі бар тақтайға келіп, ол жерден баганағы жанғыш затты алады. Баса жасыл жанады. Кешеге тапсан қорапшасына әкеліп басып еді, ашылып кетті. Ішінен не шықты дейсіз ғой? Әрине тапанша. Әдемілеп жасырып қояды. Купер екеуі жағажайды көруге болатын шағын төбеге көтеріледі. Қазірдің өзінде Кейс және Купер алдымен қайтып оралғысы келеді. Чейз одан да тереңірек барғысы келеді, бірақ бәрібір кері қайтуға келіседі. Жаңа аумақты аралап жүріп, олар ғимаратқа тап болады. Купер бұл жерде бұрын курорт болғанын айтады. Олар бұл туралы топқа айтады. Чейз пен Бродидің арасында тағы да себебімен ұрыс-керіс болды. Броди орнынан тұрып, сарқырамаға барады, және таңертең оның өлтірілгені табылды. Басты күдікті Чей болады. Ол төбелесіп қашып құтылмақ, бірақ бір таяқ оны тоқтады. Осы жерде қызық басталады. Көріп тұрғандарыңыздай, Чейз байлаулы күйде оянады. Оған әйел жақындап келіп, барлығы жақсы болады деп сендіреді. Оған әрине уколын салып кетеді. Чейз болса түк түсінер емес, бұл жерге қалай тап болғанын түсінбей әлек. Ол аралда болып едім ғой деп ойлап жатыр. Доктор Канарот келіп, барлық сұрақтарыңа кейінірек жауап аласың дейді. Оны бір құрлығымен аяқ-қолын жандандырып жүргізе бастайды. Бұл түзету мекемесіндегі талап оны ООСУ бастығына апарады. Ол бүкіл аралдың бір үлкен эксперимент екенін айтады. Осы барлық 9 адам қылмыскерлер болып шығады, оларды түзеу мақсатында. Олардың тек милары арқылы аралға апарып, сол жерде оларға эксперимент жасап жатқандарын айтады. Ол болса сенер емес.
Чейзді қайтадан ұйықтатуға жібереміз деп жатқанда, ол сол моментті пайдаланып оларға соққы береді. Сол жердегі бір әйел қызметкерді кепілдікке алып, қашпақ болады. Бірақ ол ойлағандай бұл жерден шығу мүмкін болмай, ұсталып қалады. Чейзді басқа жаққа ауыстыруға апара жатқанда, ол машинадан түсіп қалады. Ол өзі сияқты қылмыскерлерді зертханада көреді. Үлес оның осы жерге келетінін бірден білген. Және оған уколын салып, эксперимент жасауға аралға жібереді. Аралдағы көрініске оралады. Чейзді олар басындағы соққыдан кейін есін жоғалтып, сандырақтап отыр деп ойлайды. Ол болса бұл жердегі адамдар бекерден жиналмаған, барлығы үлкен күнә жасаған, сол үшін осы жердеміз деп түсіндіруде. Және осы аралға жіберілген, жасағар күнәләріне жауап беруі қажет әрқайсысы. Олар дауласып жатқанда жандарына Бонни мен Клайд есімді әйел келеді. Чейз бірден ол бастықтары жіберген адамдар екенін түсінеді. Купер болса олар жайлы жақынырақ білгісі келеді. Олар болса қарама қарсы беттегі аралда ояндық деп, лапшаны құлақтарына іледі. Олардың мақсаты чемоданды алып кету болған. Басқалары болса аң-таң қандай чемодан деп. Еркек хейтерге жақындап келіп Бродиді өлтірген осы болатын деп шақтап жібереді. Кімде-кім өз өміріне қайтқысы келсе, сол адам өлімге ұшырайды деп құжатқа қол қойылған. Жақында барлығының бұрынғы өмірлері естеріне келеді. Ендігіде барлығы тірі қалу үшін жанталасу қажет. Чейз олардың сұрағандарын әкеліп бере Бонни мен Клайд осы жерде ауыл барын айтып, сол жерге баруға болатынын айтады. Олар ауылға барады, ал екеуі бауырлап соғыс басталды деп жариялайды. Тейлер болса бұл аралдан кетіп қалғысы келеді. Қалғандары бұрынғы өмірлері естеріне түсе бастайды. Тейлер болса алысқа бара алмады. Купер Чейзге келіп оның сөздеріне сенетінін айтады. Екеуі бұрынғы өмірлерінде бірге болып, олар бірге әскерде қызмет еткен. Бөгет мен Клайд қолдарындағы камера оқыды қатысушылардың қай жерде отырғандарын біледі. Куперге анасының бейнесі елестейді. Бұл жерден ертерек кеткісі келеді. Осы уақытта Донован Мейсонды өлтіреді. Жапырақтармен жауып қояды. Бірақ Блэр оны тез арада тауып алады. Ол өзіне қауіп төніп тұрғанын сезіп, Донованның ұсынысын қабыл алады. Донованды атып жібереді. Кеңес Моссас ательге келеді. Осы жерде қызық басталады. Төбелес басталды, таяқ жерге тасталды. Бонни абайсызда кетті өлтіріп алады, төбелесіп жатып. Клейд Чейзді жаралайды. Ол бар күшімен жағаға жетеді. Солайша қайтадан зертханада оянады. Фильм «Земля» деп аталады, толық көргілеріңіз келсе. Чейз ешқандай да қылмыс жасамаған болып шығады. Бірақ зертханадан шыққанда қаншама уақытын өткізіп алған, оны ақыры босатады. Фильм ұнаса лайк баса кетіңіз. Келесі кездескенше достар.